Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Бүгін сіздің назарларыңызға сотқа талап қою арызын дұрыс табыстауға қысқаша шолу ұсынылады. Бұл шолуды мен Ақтөбе қалалық сотының судьясы Утепбергенова Сәуле Мақсатқызы жүргізеді. Талап қою арызымен сотқа жүгіну үшін заңгер немесе қорғаушы қызметіне жүгіну қажеттілігі белгілі. Алайда атқарылған қызмет үшін ақы төлеу әркімнің қолынан келе бермейтін нәрсе. Сол себептен өз бетімен айтылатын нұсқаға сай талап арызды дұрыс рәсімдеп, сотқа тапсыруға көмек ретінде сізге келесіні хабар еткелі отырмын. Талап қою арызының нысаны, мазмұны, қоса тіркелетін құжаттар туралы Азаматтық процестік кодекстің 148-149 баптарында көрсетілген. Талап қою арызы қандай бөліктерден тұрады? Талап қою арызының кіріспе бөлігінде соттың атауы, талап қоюшының тегі, аты, әкесінің аты, оның туған күні, тұрғылықты жері, жеке сәйкестендіру номері, абоненттік байланыс номері көрсетілуі тиіс. Жауапкердің тегі, аты және әкесінің аты, оның тұрғылықты жері, белгілі болса жеке сәйкестендіру номері және де абоненттік номері көрсетіледі. Сипаттау бөлігінде талаптарын бұзудың немесе бұзу қаупінің мәні, заң нормаларына сүйене көрсетілуі тиіс. Өзінің талаптарын негіздейтін мән-жайлар, растайтын дәлелдемелердің мазмұны көрсетіледі. Егер бұл заңда белгіленсе немесе шартта көзделсе, жауапкерге жүгінудің сотқа дейінгі тәртібі көрсетіледі. Алайда осы туралы біз келесі хабарда хабарлаймыз. Егер талап қою бағалауға жатса, бағасы, өндіріп алынатын немесе дауланатын ақшалай сомалардың есебі көрсетіледі. Сотқа қойылатын талаптар және нақты нысаны сәйкес болу тиіс. Талап қою арызына қоса берілетін құжаттардың тізбесі көрсетіледі. Міндетті түрде мемлекеттік баж төлену керек. Жоғарыда айтылған тәртіпті сақтап, талап қоюның арыздың жазбаша немесе электронды нұсқасына қол қойылады және сотқа табысталады. Осындай тәртіпті сақтаған кезде бұл талап қою арызы сот өндірісіне қабылданады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Осы айтылған ақпарат сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Сау болыңыздар.